Сәлем, сенімен Дайреп. Бұл бір сәт рубрикасының уже 4-ші сериясы, Және бұл серия хакерлер туралы, және барлық серия хакерлер туралы болады. Себебі бұл мен үшін өте қызық тема, сондықтан кеттік. Видеоны бастамай тұрып айтып кететінім, сенің маған лично сұрақтарың болса, онда осы почтаға жаз, мен жауап беремін. Именно жеке сұрақтарың болса. Реклама ол керек емес. Себебі көбісі түсінбей жатады менің айтқандарымды. Сондықтан, егер сондай түсінбей жатсаң, онда осы почтаға сұрақ қоюыңа болады. Баяғыда көбісі простой телефон сатып алып, сосын новыйдан номер сатып алып, және басқаларды алдайтын еді. Және бұл жай ғана алдау емес. Достарды жай ғана троллить ету емес, жоқ. Бұл кәдімгідей серьезно алдау. Бұл жағдайда адамдар Россияда метроны алдайтын еді. Яғни олар метроның директоріне звондап или оның сотрудниктеріне звондап айтатын еді. Бұл метроға мина қойылып кеткен. Және оны срочно отключить ету керек деп. Және барлығы алданып қалатын еді. Яғни новостилерде жүретін еді. Және осындай алдап кеткен сәттер көп еді. Ал қазір бұлай алдай алмайсың. Себебі сенің даусың белгілі бір жерде бар. Яғни барлық адамдардың даусы телефонмен сөйлескен. Правоохранительный органдарда, сол жерлерде сақталып тұрады сенің даусың. Және Виталик деген бір адам жақында осылай алдауды шешті. Яғни ол жаңа телефон сатып алды, жаңадан номер сатып алды, және VPN қосты, сосын өзінің даусын өзгертетін программаны қосты. Енді оны точно алдай алмайды. Енді ол вообще алданбайды, және оның троллингі іске асады. Ол метроның адамдарына звондады, олар алданып қалды, және таңертең уже новостилерде мина қойылған туралы жүріп жатты. Ал шамалы сағаттан соң оның үйіне полиция келді. Қалай тауып алды дейсіздер ме? Жаңағы сақталып қалған дауыс арқылы тауып алды. Және ол дауысын өзгертті ғой, оны таба алу мүмкін емес. Аудиозвуктың эксперттері жаңағы дауысқа обработка жасап, оның оригинальный дауысын шығарып, сосын жаңағы адамдардың барлығының голосы сақталып тұрған жерден Виталикті тауып алған. Сосын Виталиктің тұратын жерін уже тауып тұрады ғой. Сосын оның үйіне барып, ол уже түрмеде. Просто прикиньте, просто прикол үшін. Ол қазір уже түрмеде емес, түрмеге отырайын деп жатыр вроде как. Бізде осындай видео болды. Бұл видеоға лайк басып кет, себебі сол кезде видеолар тез шығатын болады. Олар и так тез шығады, сондықтан бас. Ал сенмен болған мен Дайреп. Видеоларды қара, және пока. Ертеңгі видеоны күт, себебі ертең өте жақсы видео шығатын болады.